Саламатсыздар ма, 3-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағы. 105-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сын есімнің негізгі және туынды түрлерін пысықтап, оқушылардың білімдерін толықтыру. Оқушылардың ой-өрісін, танымдық қабілетін, сөздік қорларын дамыту. Негізгі және туынды сын есімдерді анықтай түсуге жаттығулар орындау, ойындар жүргізу. Балалар, бүгінгі сабақта мен сіздермен қызықты ойындармен бөліскім келіп отыр. Бірінші ойынымыз сәйкестікті табу деп аталады. Бұл жерде сіздерге көрсетілген сын есімдер мен зат есімдерді сәйкестендіріп, дәптерлеріңізге жазу керексіздер. Мысалы, терең құдық. Келесі ойын ішіне сыртына деп аталады. Бұл ойынның ережесімен мен сіздерді таныстырып өтейін. Сіздерге шеңбер берілген. Осы шеңбердің ішіне негізгі сын есімдерді, сыртына туынды сын есімдерді жазамыз. Келесі тапсырма танымдық тапсырма болып табылады. Бұл тапсырмада сіздерге берілетін ойын сөзден сөз шығару деп аталады. Сіздерге қарапайым деген сөз беріліп тұр. Осы сөзден бірнеше сөздер шығарып, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Келесі тапсырма жұмыс дәптерімен орындалады. Достарыңа көмектес ойынында балалардың қолдарында берілген буындардан мақал құрап, сол мақалды жұмыс дәптерлеріне жазуларың қажет. Келесі тапсырма оқулықтарыңыздағы 11-ші жаттығу. Бұл жаттығуда сіздерге жұмбақ берілген. Осы жұмбақты көшіріп жазып, шешуін табыңыздар. Бұл тапсырма да жұмыс дәптерінде орындалады. Келесі тапсырма мен қандаймын деп аталады. Балалар, көздеріңізді бір сәтке жұмыңыздар да, өздеріңіздің қандай бала екендеріңізді елестетіңіздер. Және 5 сын есім сөздермен өзіңізді сипаттап айтыңыздар. Ал өзіңді тану деген жақсы болу өзіңнен, жаман болу өзіңнен. Өзіңді өзің ая да, өзіңнен үйрен өзіңнен. Жақсылық көрсең біреуден, мен қандаймын деп ойла. Жамандық көрсең біреуден, мен қандаймын деп ойла. Балалар, сіздерге сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.